Қайырлы күн достар, баршаңызға сәлем. Келе жатқан жаңа жылдарыңыз құтты болсын. Жаңа жылдарыңызбен барлығыңызды құттықтаймын. Әр шаңыраққа бақыт берекесімен келсін қоян жылы. Сол қоян жылына арнап біз сәбіз салатын жасауды жөн көрдік. Оның құрамына әрлеуіне, яғни аскөк пен петрушка сонымыз кетеді. Аскөк, укроп, тұз, қарабұрыш, майонез кететін болады. Қайнатылған 4 жұмыртқа, қайнатылған тауық етінен 400 грамм ет, бір жарым сәбіз қайнатылған. Мінекей мына жуамызды, бір штук жуамызды майдалап турадық біз. Осыны қазір қызып тұрған майға салып қуырамыз. Достар, біздің арнаға жазылып, комментарий жазып кетіңіздер. Ары қарай жасалу барысын көрсететін боламын, күтіңіздер. Достар, мінекей сапаға кішкентай ғана май құйып алатындарда, соған осы жуаны шарлап қуырып аламыз. Достар, укроптың қатты жақтарын кішкентай майға қап-қара қылып қуырып аламыз. Сөйле әрлеуге сәбіздің көшкілерін қарағып шығаруға. Достар, мінекей жаңа жуамызды қуырып алып келдік. Бір жуамызды майдалап туралған. Енді мынаны тауық етін сәбіздің формасында жасап, осы жерге саламыз. Барлығын салып, сәбіздің формасын жасаймыз. Үлкен сәбіздің формасын жасаймыз осылай. Мінекей. Бір келкі қылып жасап болғаннан кейін үстіне жуан салып, оны да дәл сондай қылып жасаймыз. Мінекей достар, жұмыртқамызды үккіштен өткізіп аламыз сәбіз салатқа. Ірі көзінен. Достар, мінекей қарабұрыштан кішкене себелейміз. Өте көп емес. Жарты қасықтың ұшымен де болады, шай қасықпен. Қарабұрышты көп себелеудің қажеті жоқ. Тұзды да астында етке көбірек салғанбыз, оны тұзды да жай себелейміз. Көп керек жоқ, оны да майда тұз. Мінекей осының үстіне үккіштен өткен жұмыртқамызды жайлап саламыз. Салып өтеміз барлығын. Мінекей достар, сәбізімізді үккіштен өткіземіз. Ең соңғы көмкерліп әрлеуіміз осымен. Сәбізбен сондықтан майдасынан өткізіп аламыз. Бұл да қайнатылған әрине. Осыны қазір бетін салатын боламыз. Мінекей достар, майонезді бит-бит сығып аласыздар бетіне. Негізі слой сайында шықсаңыздар болады. Біз майонез онша жақсырып көрмейміз. Бір слой ғана жабыстырып осылай алып шығамыз. Енді бетіне осылай пакетке салып алсаңыздар болады. Енді бетіне мына сәбізді саламыз майдан. Жұқалатып, үстіп жабыстырып шығамыз. Достар, мінекей кереметтей сәбіз салатымыз дайын болды. Өте сәбізге айнымай тұр. Құйрықтарын жаңағы петрушка мен укропты тығып, сөйтіп укропты кішкене қуырып, қаттыларын қарасын жасадық. Әрлеу үшін оларды алып тастап жейміз негізі. Мінекей өте кереметтей сәбіз дайын болды. Топ-томпақ. Сіздер де осылай үй жағдайында өздеріңіз жасап жесеңіздер де болады, қонақ алдына қойсаңыздар да болады.
өте керемет салат. Достар, келесі видеода кездескенше сау саламатта болыңыздар. Жаңа жыл құтты болсын. Қоян жылы бақыт берекесін алып келсін. Сау болыңыздар.